тамаққа қалған кезде бісмилля деп айтасың, шайтан қашып кетеді сенен. Үйге кіретін кезде ассаламу алейкум деп кіресің Алланың есімімен, шайтан подъездге қалып кетеді деген. Яғни шайтанға ешқандай шанс қалдырмау керек бауырлар. Ол араласыз дегенше берекені қашырады. Расулым соны айтып жатыр. Шайтан негізінде адаммен бірге жүреді дейді. Сені балықтап, шалқытып, жолыңнан бұрып былай. Қашан ол фаиза закар Аллаху тағала ханаса. Қашан адамды Алланы еске алған кезде оның үмітін тоқтатып, оны қашырады дейді. Уаида ғафала уасваса. Қашан ол ғафлетте болған кезде қайттан кіріседі дейді уасвасаға. Ғафлет қашан болады адам? Алланы еске алмаған кезде. Ғафлет деп атқан сол мағына. Яғни, демек біліңіздер, таң атты кешке дейін 5 мезгіл намаздан басқа тағы қанша уақыт Алланы еске алып жатсыздар? Қараңыздар. Алланы еске алмаған уақыттың бәрі ғафлет деп есептей беріңіздер. Қанша уақыт ғафлетте кетіп жатыр, өзіңді есеп беріп көрейік те. Күнделікті. Міне таңертең таң намаздан кейін, құптаннан кейін жатамыз ғой, Алла тыныштығын берсе. Осы аралықта міне бүгінгі өмір кетті міне. Ал бүгінгі күн қайтып келмейді енді. Бұл уақыттың бәрі келмеске келіп жатқан сәттер ғой. Осы уақыттың ішінде кім қанша Алланы еске алды, ол бақытты адам екен. Ол машалла кісі екен. Кім еске көп алмай жатыр, ол ғафлеттегі адам екен. Мынау кітап сол ғафлеттегі ояту үшін ғой бізге. Жалпы білім алудағы мақсатымыз өзіміздің надандығымызды кетіріп, ғафлетімізден ояну үшін ғана білім аламыз біз. Сол үшін бізге білім алу парыз болған. Ол біреуге ақыл айту үшін, біреуге бір көріну үшін емес. Жалпы білім бәрімізге парыз, білген сайын білмегенімізді түсіне бастаймыз. Хадисте солай айтты Расулым. Қашан ол ғафлетке кіреді, қайттан шайтан келіп уасвасасын бастайды дейді. Ананы сыбырлайды, мынаны бір сыбырлайды, ананы еске салады, мынаны бір еске салады. Сонымен ұйықтаған күйін арымен дәл ұйықтатады сені. Сол үшін не болады? Намазым қаза болып қалды, молдеке, қалай оқысам болады? Намазда тұрған кезде ойым бұзылып кете береді, неше ракат оқығанын білмей қалам. Жұма болып қалып ма деп тұратындар бар арамызда. Кеше ғана болған сияқтады ғой. Ғафлетте адамдар ғой бәрі. Яғни Алла тағала күніге зікір қылып жүрген адамдар онда әңгіме айтпайды. Алланы зікір қылып жүрген адамдар, олар мықты адамдар ғой. Шайтан оған жол аямайды. Хадис бойынша Расулым айтып жатыр. Еске алған сайын Алланы, енді ол зікірдің ең үлкені салауат айту бауырлар Расулаллаға. Пайғамбар саллаллаху салауат айтып жүру күнделікті. Ол зікірдің үлкені. Өйткені Алла тағала Құран кәрімде өзі айтып тұр. Расында Алла, періштелер пайғамбарға салауат айтады. Сендер де айтыңдар. Аят бұйрықпен айтылған. Айтыңдар деп тұр Алла тағала. Сол Аллаға Расулына салауат айту арқылы, оның ішінде Алланы еске алу да бар, Расулаллах саламға салауат айту бәрі толық қой мына жерде. Қазір күн жақсы болды ғой, нелерде шығыпты ғой. Анау саусаққа киіп аласыңдар да, рөлде жүрген кезде де ыңғайлы екен. Ананы түртіп жүре бересің. Өте жақсы. Иншалла сол зікірде жүрген адамдарға Алла тағала жолын ашып тастайды. Яғни күніне берекет береді, жұмысына берекет береді, оның мүмкіншілігіне берекет береді. Яғни бітірем деген шаруасын еселеп ала бітіріп тастайды оған. Неге? Жүрек ояу адам ғой. Әрдайым зікірде жүреді.